Өлә масқара. Заказ қабылдап, оны жасауды ұмытып кетіппін. Азанда ерте атып тұрып, тез-тез окорочкілерді ерсіндеп шығарып қойдым. Мозы ерігенше майымды пісіп, айранымды қайнатып алайын дедім. Еріген голен крылышкаларға тұз, паприка, томат, майонез салып, маринаттап тастадым. Заказға пісіріп жатқасын қалай дайындап, украшениесін қалай істегенімді сіздермен бөлісейін. Барлығын печкаға пісіріп алып, наггетсиді далаға қара қазаныма қызып тұрған майға салып алдым. Үй жағдайында чикенді қалай пісіргенімді келесі рилста көрсететін боламын. Барлығын ыдысымызға ретімен осылайынан салып, украшениеге қойғаным пунчоза. Оны майға қуырып алғанда, осылай қытырлақ болып көпсейді. Қонақ келгенде дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Кешкі тамаққа жеңілірек сосиска мен пикоди жасадым. Балаларыма осы тағам қатты ұнайды. Үйдегі бар затпен қасына салат жасадым. Мұздай қылып лимонад жасап іштік. Сіздерге осылай жасағаным ұнады ма? Ұнаған болса жаза кетіңіздер. Тағы да рецепттермен бөлісетін боламын. Лайк басуды да ұмытпаңыздар.